Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ булочки дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 4 грамм құрғақ дрожж, 200 мг жылы сүт және де бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығымыздың үстіне жарты шай қасық тұз, 5 ас қасық құм шекер және де 3 ас қасық сұйық майды құйып, жақсылап араластыру қажет. Ал енді ұнымызды саламыз. Мен шамамен 450 грамм шамасында салдым. Сөйтіп оны осылайынан вилкамен араластырып алдым да, сөйтіп қолмен жақсылап иледім. Сөйтіп жұмсақ қамыр болып шықты. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін, оның бетін крышкамен немесе пленкамен жауып қойып, жылы жерге 1,5-2 сағат аралығына қойып қоямыз көтерілу үшін. Менде осылайынан 3 есе болып көтерілді. Мен қамырды теңде 2 бөлікке бөліп алып, оны домалақ етіп, содан кейін жайып алдым да, бірнеше бөлікке видеода көрсетілгендей етіп кесіп шықтым да, ішіне начинкасын салып, рогалики түрінде пісіріп шықтым. Ал енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі пішінде пісірсеңіз болады. Тәтті тоқаштарды қызып тұрған духовкада 200 градуста шамамен 20 минут аралығында пісіреміз. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеоның астына пікір қалдырсаңыз, сізге қуанышты болар едім.